Аудан әкімі Арман Абдуллаев Жібек Жолы ауылдық округіне арнайы жұмыс сапарымен барып, Дихан Бабай елді мекеніндегі құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан саябақтың мән-жайымен танысты. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. Құрылыс жұмыстарына аудандық бюджеттен қаржы қаралып, ағымдағы жылдың сәуір айында бастау алған. Мердігер мекеме тарапынан саябаққа самалжай, арқалы орындықтар, сахна, жарықшамдар, комплексті балалар ойын алаңшалары орнатылып, темір қоршаулар жүргізілген. Қазір таңда тамшылатып суару жүйесін орнату жұмыстары жүргізілуде. Аудан басшысы бұған дейін атқарылған жұмыстардың сапасын саралай келе, бірқатар кемшіліктер бойынша сын ескертпелер атап өтіп, қалпына келтіруді тапсырды. Сонымен қатар алдағы уақытта ауыл тұрғындарын бос уақытын тиімді өткізу, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында саябаққа спорттық құрал жабдықтар орнату бойынша тапсырмалар жүктеді. Осы орайда аудан басшысы Арман Абдуллаевтың бастамасымен 12 тамыз жастар күніне орай Жібек Жолы ауылдық округіне арнайы жұмыс сапары барысында ауылдың жастарымен кездесу өткізді. Еркін форматта ұйымдастырылған кездесуге құқық қорғау органдарының басшылары, ауылдың белсенді жастары қатысып, ой пікір алмасты. Аудан әкімі Арман Абдуллаев кездесу соңында еліміздің болашағы жастар екендігін айтып, олардың азаматтық бастамаларын іске асыруда белсенділіктерін көтеру бағытында түрлі деңгейде іс-шаралар ұйымдастыруға шақырып, жастарға әрдайым қолдау көрсетіп тұратынын жеткізді. Сонымен қатар әрбір аудан тұрғынын бірлесе отыра нәтижелі жұмыс атқаруға, ұрпақ үшін үлгі боларлық игі істерді тындыруға шақыратынын тілге тиек етті. Қуаныш Амангелді, Мейірхан Бақытжанұлы, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.